қаржылық сауаттылық дегеніміз ең бірінші анықтамасын беретін болсақ, бұл тек қана қаржылық ақпараттарды білу деген сөз емес. Мәселен, банк жүйесі қалай жұмыс жасайды, қалай жинауға болады ақшаны, қалай мақсат қою керек деген секілді ол білім. Екінші нәрсе ол әдет болып табылады. Яғни қаржылық сауаттылық не деген кезде мен көбінесе ол қаржыға байланысты сенің барлық білімдерің, ақпараттарың және де оны үздіксіз жасау деп айтатын. Сенің кірісің қаншалықты жоғары болған сайын, сенің шығысың да соғұрлым жоғары болады. Мәселен, енді жас тыңдармандар болса, мәселен, сізге бастапқы уақытта, білмеймін енді, айына 10 мың теңге қажет болуы мүмкін, 1-2 жыл өтеді, сізге 30 мың теңге мысалы жинайтын болсаңыз да, табатын болсаңыз да, ол ақша сізге жетпейтін болады. Тіпті студенттердің өздері де алғашқы, мәселен, Алматы, Астана, үлкен қалаларға келген кезде 100 мың теңгеге күн көріп жүреді, және де жұмыс жасап бастаған кезде табысы 200 мың теңгеге артқан кезде олардың шығысы да сондай болады. Және де бұл жарыс ешқашан бітпейді. Егер де сенде нақты бір мақсат болмаса, немесе әрбір сенің жоспарың межеленбесе, белгіленбесе, онда сен ақшаны мақсатсыз түрде жаратып бастайсың. Бұл мақсатты қою үшін енді смарт технологиясын пайдаланса болады. Ол бізде қазіргі кезде ең көп танымал. Яғни ең бірінші нәрсе ол сіздің мақсатыңыз нақты болу керек. Мәселен, ол андай емес. Мен ақша жинағым келеді емес. Мәселен, мен 1 миллион теңге жинағым келеді. Бұл мақсатқа, бұл қаржылық мақсат. Және де ол уақытпен шектелу керек. Мәселен, ол қанша уақыттың ішінде мен оны жинауым керек. Мәселен, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл деген секілді. Немесе жарты жыл деген секілді. Келесі нәрсе ол өлшенетін болу керек. Яғни өлшенетін ол жаңағы біздің 1 миллион теңгеміз. Тіпті оны ары қарай жетілдіріп, мен ай сайын қанша жинау керекпін, немесе күн сайын қанша жинау керекпін дейтін секілді детальдарға үңілген дұрыс болады. Және де ол мақсат сізге маңызды болу керек. Сіз түсіну керексіз, ол 1 миллион теңге не үшін керек сізге. Оның, мысалы, 1 миллион теңге жиналды, оны ары қарай бір мақсатқа жұмылдырмайтын болсаңыз, жай ғана 1 миллион теңге үшін 1 миллион теңгені жинайтын болсаңыз, онда ол мақсатқа жету қиынырақ болады. Және келесі нәрсе, ол сіздің ол мақсатқа жетуге сіздің мүмкіндігіңіз жету керек. Мәселен, мектеп оқушысы салоннан жаңа автокөлік алуға, мысалға, ол әрине жақсы, өте керемет, бірақ та оның дәл қазіргі уақытта, жақын жылдарда оған тез қол жеткізе қоюы қиынырақ болады. Сондықтан да ол сенің ол мақсатқа қолың жете алу керек. Яғни сенің ресурс